Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қырыққабат, яғни капустадан өте оңай дайындалатын, әрі өте қарапайым салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатымызды жасау үшін бізге осы экранда көрсетілген заттар қажет болады. Ең алдымен қырыққабатымызды керек емес жерлерінен тазартып, осы видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бөліктерге бөліп алған қырыққабаттарымызды дәл осы видеода көрсетілгендей етіп орталарын ашып ыдысымызға салып аламыз. Енді осы қырыққабатымыздың үстіне дәміне қарай тұз салып, қолымыздың күшін салып, жақсылап мұжимыз. Қырыққабатымыздың өзін жақсылап мұжып алдық. Енді оның үстінен сәбізімізді үткіштен өткізіп салып аламыз. Енді сәбізбен бірге қайтадан қолымыздың күшін салып мұжитын боламыз. Менде ыдыс кішкентай болғандықтан үлкенірек ыдысқа салып алып, жақсылап мұжимыз. Кейін оның бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Мінекей, менде жарты сағаттың көлемінде тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сәбізбен қырыққабатымыз кішкене жұмсарды. Енді қайтадан қолымыздың күшін салып, жақсылап бір мұжып аламыз. Енді бір сарымсағымызды пышақтың көмегімен ұсақ етіп кесіп аламыз. Ұсақ етіп кесіп алған сарымсақтарымызды салаттың үстінен саламыз. Оның үстінен қара бұрыш, кориандр, карис тұзы, қант және ащы қызыл бұрыш саламыз. Оның үстінен паприка саламыз. Кейін ұсақ етіп туралған укроптарымызды саламыз және 2 қасық 9% сірке суын салып, қатты отта қызып тұрған майымызды осы дәмдеуіштердің үстінен құйып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Кейін жақсылап араластырып алған салатымызды бетін мешокпен жауып, холодильникке 2-3 сағатқа қалдырамыз. Мінекей, біздің салатымыз осымен дайын болды. Кез келген тағамдармен ұсына берсеңіздер болады. Үйдегі бар заттардан жасалатын өте оңай салат. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.